Сана мен тән бір-бірімен байланысып жатыр. Егер тәнің ауырса, оның басты себебін санаңнан іздеген жөн. Ойыңыз өзгермей, өзіңіз де өзгермейсіз. Кітаптың басты идеясы осы. Бұл ойдың ақиқатына «Өмірің өз қолында» кітабының авторының өмірі дәлел. Луиза Хейді әлемде білмейтін адам кемде-кем шығар. Луиза Хей жаман ауруға шалдығады. Медицина дәрменсіз. Луиза өз өмірін өз қолына алып, алдымен жаман ойдан арылады, содан соң жаман ауруда өз жөніне кетеді. Луизаның әңгімесі әлемге тарап, осы кітап 30-дан аса тілге аударылып, 50 миллион данамен тараған туынды. Енді міне қазақ тілінде де жарық көрді. Тілі жатық, әдемі аударылды. Бізден тілек, керемет осындай шығарма өз оқырманын тапса, ол оқырман кітап ләззатын оқу арқылы сезінсе, нұр үстіне нұр болар еді. Сонымен күтеміз, ұсынамыз. Кітапты бірге оқиық.